мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандықтарын еске алу күні. Міне сол қарсаңда сіздердің алдарыңызда шығып тұрған жайымыз бар. Сол саяси қуғын-сүргінді біргісіздей-ақ басынан өткерген адам Қайым Мұхамедхан, белгілі абайтанушы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер, Кәкім Абайдың 175 жылдығы аталып өтілді. Сол қарсаңда Ерғазақ деген атпен Қайым ауызға алған біздің кітабымыз жарық көрген еді. Бұл кітап 3 бөлімнен тұрады. Сол алғашқы бірінші бөлімде Карлак Қарағанды лагерінде деген бір тарау Кәкеңнің жаңағы өмірдің мазағы мен тозағын көрген жылдарына арналған бір тарауымыз. Ол қай жылдар дегенде 51 жылдан бастап, ол кісі сол 55 жылдың басында бірақ босаған. Бұның ішінде жаңағы алғашқы бөлімде Кәкеңнің абайтанушы ретінде, оның кейінгі жерде жаңағы ұстаздық жолы, киімінің автор ретіндегі өмір жолы баяндалса, екінші бөлімде біз Қайсар қазақ деген атпен пьеса жазған едік. Ол да осы жаңа екінші бөлімде дедік. Кәкең 2004 жылы өмірден озғаннан кейін Алаш Қазақстанның соңғы тұяғы деген атпен егеменге мақала жариялап, Кәкеңнің атын, есімін есте қалдыру мақсатында жаңа мақала жариялап едік. Сонда соңғы жағында осы мына интернационал көшесін Кәкеңнің атын ауыстырса деген идея тастап едік. Енді мен жаңа Кәкеңе сол көшені алып бердім деп айта алмаймын. Мен одан кейінгі жерде Алматыға ауысып кеттім. Бірақ осындағы зиялы қауым үлкен табандылықпен соны жүзеге асырды. Қазір міне ең үлкен көше орталықтағы Кәкеңнің атымен аталады. Ол кісі бұған бұндай құрметке лайық адам. Жаңа осы кітап жарық көрді, былтырғы жылы дедім ғой. Дина маған үлкен көмек жасады, мына материалдармен қамтамасыз етуге, құжаттармен. Одан кейінгі жерде Кәкеңнің үлкен ұлы қазіргі алғашқы ұлы қайтыс болып кеткен. Сол Жәнібек демеуші болып, осыны аз болса да оның өзі біраз қаржыға түсті. Алматыдан мына енді ішіндегі фотосы бәрі қағазы өте сапалы. Жарыққа шығарды. Және қызығы Хакім Абайдың туған күнінде Дина осы кітапты біздің үйге алып келді. Кәкеңнің есімі ұмытылмайды. Абай барда, Мұқан барда. Кәкең абайтануда мен өзім пайым Мұқанның шәкірті ғой. Мұқаннан кейінгі Абайдың мұрасын індетіп зерттеген адам. Әсіресе жаңа текстология мәселесі. Текстология дегенде ол қиын ғылым саласы жаңа әдебиетте. Енді Кәкең жаңағы шәкірттері бар осында, сол жолын жалғастырып жатқан. Алғаш шәкірттерінің бірі Арап Сүләмұлы, Ғарифолла есім академик, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Ол кісімен біз бірге оқыдық, жаңа бір жылдай оқыдым дедім осында. Сондықтан Кәкеңнің есімі Абай барда мәңгілік жасай береді. Ендігі мен өзім жерлестеріме тілек айтқым келіп тұр. Мына індеттен аман есен өтейік. Осындай ұлыларымызды Алаштың арыстарын кешегі, Алаштың жаңа соңғы тұяғы дедік қой, құрметтей білейік. Семейіміз гүлденіп жайнай берсін, тек жақсылықта кездесейік.